Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге дәмді, жұмсақ және 15 минутта дайындалатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Одан бұрын бұл бауырсақ ашытқысыз дайындалады. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі жылы айран. Мен айранды кішкене жылытып алдым. Осылай таза ыдысымызға құямыз. Үстінен содамызды салып жақсылап отырып араластырамыз. Араластырған кезде айранымыз көпіршік болып көтерілетін болады. Бұл жерде айран дүкеннің де айранын және қолдың да айранын қолдана берсеңіздер болады. Мінекей осылай араластырған кезімізде айранымыз көпіріп, біраз көтерілетін болады. Мінекей айранымыз жақсылап отырып көтерілді. Енді үстінен қант. Егер де бауырсақтарыңыз тәттірек болсын десеңіздер, осылай қант қоссаңыздар болады. Мен аздап қант қостым. Одан кейін ерітілген сары май және тұзымызды қосып, жақсылап отырып араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды осылай аз-аз бөліктен қоса отырып, араластырып, басында венчикпен араластырамыз, одан кейін қасықпен, содан кейін қолмен жақсылап отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын, жұмсақ қамыр болып шықты. Енді бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Егер де асығыс болсаңыздар, пешке 10 минутқа қойып алсаңыздар болады. Ал енді қамырымыз дайын болды. Енді оны жаятын боламыз. Мен осылай сұйық май жағып аламын. Себебі ұн қолдансаңыздар, ол кейін майда қызарып күйіп кетуі мүмкін. Енді оқтаудың көмегімен осылай жұқалап отырып жаямыз. Сіздер жұқа етіп жайыңыздар, менде сәл аздап қалыңдау болып кетіпті. Себебі мына жерде маған симады қамырым. Жайып болды. Енді пышақтың көмегімен оны кесіп шығатын боламыз. Содан кейін тақтайларға тізіп, бетін жауып, май қызғанша қойып қоямыз. Майымыз қызып дайын. Енді міне бауырсақтарымызды ауната отырып, екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз дайын, өте дәмді және көтеріліп пісті. Егер де аяқ астынан қонақтар келіп жатса, үйлеріңізде осылай жасап жерсеңіздер болады. Видеом ұнаса лайк басып кетіңіздер.